Мен Қажапиева Назгүл Оразқызы, Маңғыстау облысы Ақтау қаласының нөмір 60-шы ертөстік бөбекжайының әдіскер болып қызмет етіп келе жатқаныма міне 15 жылға аяқ басты. Менің басты мақсатым тәрбиешілердің кәсіби шеберлігін дамыту арқылы тәрбиелеу мен оқытудың үдерісінің сапасын қамтамасыз ету. 2025-2026 оқу жылына бөбекжайдың алдына қойған мақсаты: мектеп жасына дейінгі балалардың жеке тұлғалық дамуын белсендіру, оқыту сапасын, балалардың шығармашылығын арттыру арқылы коммуникативтік мәдениетін қалыптастыру және мектеп жасына дейінгі балалардың жеке тұлғасын дамытудағы жұмыс түрлері, олардың маңызын қарастыру және жеке қажеттіліктерін ескере отырып жайлы және қауіпсіз жағдайлар жасау. Міндеттері: ойын технологиялары арқылы балалардың танымдық тілдік құзыреттілігін дамыту. Ертөстік бөбекжайы 310 балаға арналған мемлекеттік мекеме. Тәрбиеленушілердің құзыреттерін сәтті қалыптастыруға ықпал ететін дамытушы орта құру болып табылады. Бөбекжайдың жылдық жоспары бойынша педагогтармен үнемі әртүрлі тақырыптарда семинарлар, дөңгелек үстелдер, әдістемелік кеңестер, конференциялар, ашық есік күндері жоспарға сай тұрақты жүргізіліп отырады. Ағымдағы оқу жылында бөбекжайдың 6 педагогы педагог-модератор, 1 педагогы педагог-сарапшы санатына ие болды. Осы жылғы әкелер мектебі жобасы аясында бөбекжайдың қазақ тілі, психолог, логопед мамандарының бірлесіп өткерген шаралары өтті. Бөбекжайымыздың топтар арасынан жинақталған бір топ әкелер өз балаларымен Сыдықов атындағы Маңғыстау облыстық кітапханасына танымдық саяхат жасады. Сапар барысында әкелер кітапхананың тарихымен, бөлімдерімен және қызмет көрсету бағыттарымен танысты. Сонымен қатар балалардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру және отбасындағы кітап оқу мәдениетін қалыптастыру жолдары талқыланды. Бұл шараның негізгі мақсаты әкелердің тәрбиелік үдерістегі белсенділігін арттыру, баланың рухани дамуына ықпал ету және отбасы бөбекжайының арасындағы ынтымақтастықты нығайту болды. Сонымен қатар бір әкенің тәрбиесін 100 мектепке бере алмайды тақырыбы бойынша әкелердің қатысуымен дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Бұл шараның да негізгі мақсаты әкелерді тәрбие мен білім беру үдерісіне белсене қатыстыру, бала тәрбиесіне араласуға баулу болып табылады. Біздің бөбекжайымызда бөбекжайға келмейтін балаларға арналған консультативтік пункт жұмыс жасайды. Консультативтік пункттың мақсаты ата-аналар мен балаларға психологиялық, педагогикалық қолдау көрсету арқылы мектепке дейінгі жастағы балалардың үйлесімді дамуына жағдай жасау. Консультативтік пункт жұмысы үнемі бөбекжайдың әлеуметтік желілеріне салынып отырады. Бұл шара 5 қазан күні пән мамандарымен бірлесе өткен болатын. Консультативтік пунктте келген ата-аналарға психолог баланың эмоционалдық жағдайын анықтап, ата-анамен бірге оны реттеу жолдарын ұсынады. Логопед тіл кемшіліктерін тексеріп, дыбыстарды дұрыс атауға арналған жаттығулар кешенін береді. Қазақ тіл маманы болса, баланың сөздік қорын дамытуға арналған ойын түріндегі тапсырмалармен бөліседі. Мамандар ата-аналарға үй жағдайында баламен қалай дұрыс жұмыс жасау керек туралы нақты ұсыныс айтады. Әрбір балаға жеке бағытталған кеңес беріліп, бақылау парағы жасалады. Жұмыс соңында ата-аналар сауалнамадан өтіп, алған кеңестерінің тиімділігін оң бағалайды. Қорыта айтқанда, ұсынылған жылдық жоспар балабақшадағы тәрбие үдерісінің жүйелі түрде дамытуды көздейді. Алға қойған міндеттерге бірлесе атқарған жағдайда жоғары нәтиже қол жеткіземіз деп сенемін. Барлықтарыңызға қолдау көрсеткендеріңізге рахмет айта отырып, жоспардағы жұмыстарды бірлесе жүзеге асыруға шақырамын.